Самұрық-қазына компаниялар тобының тәуелсіз директорлары биыл тағы бас қосты. Бұл кеңестер бұрынғыдан әлдеқайда жиі өткізілуде. Осының арқасында 5 айдың ішінде атқарылған істерді талқылап, өткенде көтерілген мәселелердің қалай шешім тапқанын көруге мүмкіндік туды. Бұлай қарағанда нағыз жетістіктер өте көп. Бұған стратегиялық көрсеткіштер дәлел. Мәселен, халықтық IPO іске қосылды. Бұл да бір жетістік. Алға деген үлкен қадам. Тұңғыш рет қарапайым халық қор тобына кіретін компанияның акцияларын иелене алады. Алдағы жылдары мұндай компаниялардың саны көбейеді деген ойдамын. Тәуелсіз директорлардың кеңестері ең алдымен ой алмасуды білдіреді. Бұл формальды шара емес дейді қатысушылары. В прошлый раз мы говорили о том, что нужен портал. Өткен жолы біз порталдың қажеттілігі туралы айттық. Қазір ол бар. Демек көтерілген көптеген мәселелер шешіліп жатыр. Сондықтан бұл кездесулер де керек. Осында біз топ жарған компанияларды, ондағы бастамаларды көреміз. Әріптестерімізбен тәжірибе алмасамыз. Олардан көмек пен деректерді аламыз. Алайда бұл жолы көп жаңалық талқыланбады. Әдеттегідей корпоративті басқару, бюджетті жоспарлау, қордың даму стратегиясы сөз болды. Мысалға, корпоратив басқармасының дамуын өзгерту бойынша немесе оның рейтингін жылдан жылға көбейту үшін, көтеру үшін біраз жұмыстар жасалып жатыр. Соның ішінде мысалға біздің компанияда тағы да бір тәуелсіздік директор қосылды. Өйткені бізде 6 директор болған, соның ішінде 3-еуі өзіміздің ішінен болып жатса, 3-еуі қазір бұрын 2 болатын тұғын, қазір тағы да 1-еуі қосылды. Шетелдің азаматы қосылды. Әрине олардың тәжірибелері, олардың басқарып жатқан өздерінің көзқарастарын бәрін сол жақсы жағдайларына біз өздерімізге соны енгіземіз. Самұрық-қазынаға қарасты компаниялар бүгінде топ ішінде жұмыс істеуге үйреніп жатыр. Бұл орайда жолашар болуға тура келеді. Өйткені әзірге елімізде мұндай тәжірибе болған жоқ. Тіпті акционерлік қоғамдар туралы заң мен салық кодексінде топ жайында ештеңе айтылмаған. Ал халықаралық талаптарға сай болу үшін алға қадам басу керек. Получается обычно, что мы что-то делаем в фонде, потом мы Әдетте біз қорда бір бастаманы көтеріп, оны компанияларға енгізген кезде үлкен халықаралық тәжірибесі бар бас сарапшылардың пікірін сұрастыру керек. Олардың қатарына шетелдегі және жергілікті тәуелсіз директорлар жатады. Білімдері мол. Өткені біз дәл осы адамдарды бекерден таңдаған жоқпыз. Олардың көмегімен компаниялар шынымен де өсіп, дамып, өз салаларында көшбасшыларға айналуы тиіс. Осы мақсатпен бүгін жиналып отырмыз. Бүгін басталған жиынның ерекшелігі ол тек отырыс түрінде ғана өтпейді. Келесі күні тәуелсіз директорлар өндіріс орындарына барып, қалыптасқан жағдайда өз көздерімен көрмек.